Достар, Настолько World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде ютубер қыздың екінші сериясы. Достар, біз басайық. Мен саған менде көзілдірікпен ұйықтап қалыппын ғой. Так, жарайды. Киімді киін. Так, кешегі киімді кие салайыншы. Өзіме ұнайды әйтеуір. Қайда кетіп қалды? Пижамам қайда? Так, жарайды. Мен беті қолымды жуайын. Ой, шыным қоймейді. Так. Так, енді таң астайында. Бір тәтті бір пирог жегім келіпті. Туф. Магазиннен күшті нәрсе алып келгенім қандай жақсы болды. Так. Неде кофе құйып, ішіп алайын. Так. Әйтеуір таңғасын бүгін. Күшті таңғастар бұл. Күшті таңғас болды мен үшін. Мен саған дәмі қандай күшті десеңші. Шопан кетке. Мен саған дәмі деген кайф қой. Айтпақша, мен деген ана просмотр подписчик қанша болды екен, соны көрмеймін бе? Яғушымын. Одан да барып, залға барып көрейін. Мен қазірден бастап жаман қорқып тұрмын. Болды, қорықпа. Барлығы ішінде жақсы болады. Ал, бастайын. Мәссаған. Мына деген көп просмотр ғой. 2000 просмотр жинаған. Мәссаған. Кәдімгідей мен сенің арың емеспін. Және де 1000 подписчик болған. Мәссаған. Бұл менің үлкен жетістіктерімнің бірі. Және де алғашқы видеом еді, өте көп просмотр жинапты. Сонда алғашқысы да мықты болған ғой. Мәссаған. Көнбеймін блогер болғаныма. Жарайды. Бүгін ақша түседі екен. Сол ақшаға барып қыдырмаймын ба, кинотеатрға барайын ба, білмеймін. Мен онда дайындалайын барып. Сосын ақшамды алып, қыдыруға шығып кетем. Не кисем болады екен? Так, мына жақты қарайыншы. О, мен алған бір мынандай күшті көлік бар екен ғой. Мәссаған. Маған жарасып тұршы. Сосын мен алған осындай күшті духи бар болатын. Осыны сеуіп алайын онда. Бір қандай дем болып тұр. Так, духиді сеуіп алайын онда. Мәссаған есі күшті екен. Маған өзіне прям ұнады. Ертең оны фан-встреча жасайын оқырмандарыма.
Мәссаған, мен мынандай ақшаны өмірімде болсын көрмеппін. Шаршап келдім ғой жолдан. Енді тез жолға шығайын. Біз қазір пробка жетеді осы астанада деген. Сәлеметсіз бе, ханым? Сәлеметсіз бе? Мен кафеге келіп едім. Жақсы, отыра беріңіз. Достар, мен құрбымды шақырдым. Қазір келіп қалады. Ой, әне келе жатыр ғой. Сәлем, құрбым. Қалайсың? Жақсы, сен көп келдің. Пробка ғой, кеш шыққан өкіміне қалдым ше. Әкем ғой, күт, қазір шығамыз деп отырып алған. Өзіңе пирог алыпсың ғой. Жоқ, саған осында күшті өзің жақсы көретінді алдым. Рахмет. Онсыз мен шай ішіп шықпап едім, жақсы болды. Я дұрыс айтасың. Құттықтаймын, мың подписчигіңмен ішінде көп просмотр болыпты. Өзімде сенбей қалдым, қалай болды деп. Күшті. Мен де блогер болғым келеді ше. Ал неге болмайсың? Әкем ғой. Дейсінде үнемі тұрмайды ше. Айтады, сен бірінші сабағыңды үздікпен бітір, сосын блогер боласың дейді. Мәссаған, әкем қиын екен онда. Менің ата-анам қайтыс болған ғой. Содан бері өз өмірімді өзім басқарып келем. Дұрыс айтасың. Меніңше ойлаймын. Әкем 11-ші сыныпты, яғни мектепті бітіргеннен кейін блогер боласың деген деп ойлап тұрған сияқты. Менің ойымша солай. Әйтпесе, мен блогер болатын едім қазір. Сен сияқты дамып, қазір екеуміз осылай кездесіп, блогинг туралы ақылдасып, блогерлік жайында сөйлесіп отыратын едік. Міне бір өзіміздің тіршілігіміз, қалай күніміз өтеді, не істеп жатыр, соның бәрін сұрай береміз. Қайта болды, құрбым, қанша рет айтып кеттің, уже шыдай алмай жатырмын. Бүкіл сөздеріңді ұға алмадым. Кешір, бірақ әкем ғой нервыма тиіп кеткен. Солай ма? Енді бұл тез, қазір кеш батады. Дұрыс айтасың. Так, мен уже болдым. Жақсы, қазір шот төлеп қайтайық. Так, болдым. Енді шотты төлейік. Ханым, сіздерге барлығы ұнады ма? Барлығы ұнады. Сіздерге алғысым шексіз. Сондықтан шотты төледік. Жақсы, рахмет. Тағы да келіп тұрыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Шаршап келдім ғой. Мына қалған ақшаға ертең фонды стратегия жасаймын. Болды, енді ұйықтайын. Шаршап кеттім. Так, енді жоспарымды жазайын. Сосын ұйықтайын. Так.
Так, ертең фонды страте жасаймын. Қазір пост салып қояйын. Ертең фонды страте жасаймын. Подписчиктерім келіңіздер, сіздерді асыға күтемін деп болды. Не жазып та болдым. Енді ұйықтайын. Бесінде прям қатты шаршадым. Так, тағы көзілдірікпен ұйықтап қалып бермейін. Жындатам сияқты. Ал достар, ютубер қыстың екінші бөлімі аяқталды. Үшінші бөлімді күтіңіздер. Үшінші бөлімі бізде соңғы бөлімі болатын болады. Арыма тіркеліп, бәктеріңіз басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше достар, всем пока. Пока-пока.